Жайдарлы жас келмесе туады әсем ән қайдан. Әлемді шаттық тербесін жанарды жаула жайдарман. Қайырлы күн қымбат достар, қайырлы күн жайдарманның жарқын жүзді көрермендері. Осыдан біраз бұрын Шымкент қаласы жайдарман ойындарының маусым ашары 33 командамен бастау алған болатын. Соның іріктеліп сыннан сүрінбей өткен алтауы бүгін ақтық мәреге жетіп отыр. Бір сәттерден кейін сіздермен біздер өзара мықтыны 2022 жылдың чемпионын бірге анықтайтын боламыз. Ендеше финал өзіміздің орта, біз бастап кеттік. Құрметті достар, бүгінгі ақтық мәредегі командалар әдеттегідей жекпе-жек сайысымен бастайтын болады. Мен командаларды толыққанды және олардың қарсыластарымен етене сіздермен таныстырайын. Маусымда жас болса да бас бола білген Самал Мөлтек ауданы нөмірі 136 жалпы орта мектептен құралған No Comments. No Comments'тің қарсыласы өздерінің жағымды әзілдермен халық жадында қалғысы келетін еркін құрама Ақбұлақ. Екінші жұп. Тәжірибелі жігіттер бұл құрамда өнер көрсетеді. Еркін құрама Тамыр. Тамырдың қарсыласы өздерінің жаңа стильдерін қалыптастырып үлгерген. Жақында өткен республикалық ашық лига ойындарының чемпионы Бәрекелді Кірпі. Соңғы жұп, тағы бір еркін құрама, тәжірибелі азаматтар, 2021 жылғы премьер-лига ойындарының чемпионы Төле Би құрамасы. Төле Бидің қарсыласы тәжірибелі команда талай республикалық ойындарда жүлде салып үлгерген. Жақында өткен Астана қаласындағы Елорда кубогында жүлделі екінші орынға ие болған. Әбдімұса Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті Абырой. Келесі команда осы үздіктердің үздігін анықтайтын қазылар алқасы. Құрамында өңіріміздің тумасы, еліміздің мақтанышы, актер, біздің сүйікті ағамыз, жалпы әзілдің сан қырын меңгерген Абу Насыр Серік. Рахмет. Үнемі жайдарманға жанашыр азамат, үнемі қолдайды. Жастар ресурстық орталығының басшысы Мағжан Исақов. Жайдарманды баланың ойыны деп емес, дараның ойыны деп бағалайтын біздің жанашыр ағамыз, Шымкент қалалық мәслихат депутаты Мұрат Жолдықожаев. Бұл кісі туралы Сәке, Тараз, Вузери, Қараман, Талан,
Мұқағали сериалы, жалпы көптеген фильмдерде бой көрсетіп үлгерген театр және кино актері Асан Мәжит. Рахмет. Асан ағамыз Жайдарманда да өнер көрсетіп, осыдан тура 1 жыл бұрын оңтүстіктің осы жердің чемпионы атанған. Бір қошеметтеп қойсаңыздар болады. Менімен бірге өнер көрсеткен, жалпы осы кісіні көтеру үшін қазір барым салып атырым, продюсерімін. Жақсы. Қызық таймыз, қызық премия, қызық лайв, қызықты жан, жалпы қызықтың патшасы. КВН-нің әлем чемпионы Еркебұлан Мырзабек. Рахмет. Қошеметтің бәрі сіз үшін ереке. Қош келдіңіздер. Ендеше командалар іске сәт. Құрметті достар, тағы бір естеріңізге салып өтейік. Алдымен финалдық бәсекеде жекпе-жек ойындары өтеді. Жекпе-жектен өткен 3 мықты суперфиналда тағы бір сәлемдесу арқылы кім мықты екенін анықтайтын боласыздар. Осы орайда біздегі қолдау көрсеткені үшін Шымкент қаласының ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының жастар ресурстық орталығына өз алғысымызды білдіреміз. Ендеше финалдың алғашқы шымылдық ашар сәлемдесуі нөмірі 136 орта мектептен келген өз сәлемдесулерімен no comments. Аспанға шашу шашып жатасың, сен келіп жағаннан анам талай суалған, сен келіп жағаннан әкем атын суарған, айналайын ақ бұлақ асыр салған жағанда, сенен артық өлкедей бұл әлемнен табам ба. Чо там Ақбұлақ? Со Ақбұлақ боқтауға бола ма? Просто қатты батырып айтқым кеп батыр да. Бақтияр, бұл сахнада боқтауға болмайды. Қатты балағаттағын кеп баратса, өлеңдетіп бір әудеп жібер. Ақбұлақ! Ризамын. Астарлап әдем айттыңыз. Шеше, сөйтпесең тыңдамайды олар. Бала емес, бәлілерің келді. Қайырлы күн, Шымкент! Жігіттер, ақтық мәреге қазақи киіммен шыққаннан кейін соған сай сөйлейік. Марлан сиыр жөн айтады. Ақтық мәреде кынасына жасырған күні қиғыздай жалтарып қалсақ, жігіттігімізге сын келмей ма? Сондықтан қасы қанымыз қалғанша төтеп берейік. Апырай, Бақтияр ханның сөзін естіп балаша оғанғаным рас. Әгер әкей, кімде-кім Жайдарманға көзін алатып қарайтын болса, өз қанына өзін тұншықтырарымызды ұмытпасын. Сондықтан да осы жолы қалың қолды Бақтияр ханның өзі бастап барады. Айтарыңыз бар ма, жарасқан төре? Без проблем, маған бәрібір. Любойың барыңдар. Рахмет. Өздеріңіз білетіндей, біз көп нәрсен білеміз. Не только қазіргіні, біз баяғы заманда да не болған білеміз. Мысалы, әкелеріміздің балам, сен ха деген кезде аузымнан түсіп қалғансың деген сөздің өтірік екенін білеміз. Біз аузынан шықпағанбыз. Сосын баяғыда аналарымыздың капроны сөгетілсе, қазіргідей лай жақпаған білеміз. Ол кезде кафрон болмағанда ғой,
Ол кезде лайк та болмаған ғой. Баяғыда ақсүйек ойынын ойнаған кезде қыз бен жігіт ақсүйекті сылтауратып аял отының астына құшақтасып сүйіскенін білеміз. Атақты Шыңғыс ханның 500 әйелі болған. Соның 69-сының аты Айсұлу екенін білеміз. Және осы сөзге сіздердің сеніп отқандарыңызды да білеміз. Сосын баяғыда 500 аттың күші бар, көлік болмаған. Ол кезде 500 аттың өзі болған. Сонымен қоса даусы қат шығатын аңырайтын ешек болған. Қазіргі четвернашкалар сияқты ғой. Сонымен қоса біздің аналарымыз аты бар жігіттерге қызықпаған. Көрдіңіздер ма? Біз көп нәрсені білеміз. Құрметті қазылар алқасы, наоборот, сіздер көп нәрсені білмейсіздер. Құрметті Еркебұлан аға, біздің қарсыласымыз Ақбұлақ командасы 1-4 ойында шіріп, ұшып кетіп, резервпен кірген білмейсіз. Сонымен қоса сол Ақбұлақтың ортасында тұратын жігіттің өзінен 4 жас үлкен қызға үйленгенін білмейсіз. Құрметті Мұрат ағам, сіз саясаткерсіз, бірақ менің әпшемнің жүргізуші Тағай ағамен жүретінін білмейсіз. Менің де әпшемнің Тағай ағамен жүретінін білмейсіз. Жігіттер, не айтып кеттіңдер? Оны білгеннен білмеген дұрыс қой. Сендер қазір өтірік айтып, жүргізуші Тағай мырзаның абыройын түсіріп тұрсыңдар. Дұрыс па, Тәке? Просто сен әпшең жоқ қой інім. Сөз соңында, ертең студенттер күні. Құрметті студенттер, ертең студенттер күні екен деп қуып, лағып, әр жерде кәлән шегіп, таңғы 5-те қисайып такси тоқтатамай. Кеше не болды десе, между нами деп тойлағандарыңыз қойыңыздар. Сіздерге ол үйтіп тойланатын береке емес, просто для галочки тойланатын береке. Сіздермен бірге болған қазақи киімді тек Наурыз мерекесінде ғана емес, күнде киетін no comments құрамыз. Осының өз галочка емес па? Құрметті Ақбұлақ, сіздерге айтарымыз. Ақ сары жасыл қызыл көк түсті нотадамыз, қап-қара кетадамыз, ақ қара лентадамыз, қайтырайынға дос. Рахмет. No comments Жайдарман тобы мектептің директоры Мырза Қасымова Ләззат Нариман қызына өз алғыстарын білдіреді. Сәлемдесуді жалғастырамыз. Енді осы No comments'тың қарсыласы сахнада еркін құрама Ақбұлақ. Жас көрінінде жайнаған масатыды жүрсу. Ақбұлақтан келдік. Ақбұлақтан келдік дегенді көрермендерге түсіндіруіміз керек. Ақбұлақ дегенде бірінші не елестейді жігіттер? Анджелина Джоли елестейді бірінші. Или маған ғана елестеп жүр ма? Анджелина Джоли несе, Ақбұлақ дегенді түсіндіруіміз керек. Халыққа сипаттап берейікші. Как раз домбырап шығыпсың ғой? Дайындалып шықты. Әңгімені жеткізейікші. Ал, кет. Теп-тегіс жол. Жолдың екі шетінде екі дәу фонтан. Фонтанның ішінде бүкіл балықтың түрі бар. Кит, бәрі бар. Ауылдың адамдар кеп балық аулайды сол жерде. Мына жақта балдар ойнайтын үлкен парк. Мына жақта үлкен бассейн. Бассейннің ішінде 18 крокодил жайылып жатыр. Бір шал кісі кеп ет лақтырып жатыр соларға, бүйтіп. Воротаның төбесінде екі жираф бүйтіп айналаға қарап тұрады ғой. Әкімнің үйінен былай қарай шықсақ, біздің ауыл басталады. О, шым әкімнің үй біздің ауылын астанасы десе. Шынымен сипаттап берекші ауылымыз. Шынымен сипатташы ауыл. Табиғаты ерекше біздің ауылымыздың. Ауылымыздың кіре беріс жерінде Естон көкем қой бағып жүреді. Қой.
Естон көкең деген ауыр халде жатыр ғой қазір больницада. Не болып қалды ол кісіге? Өткенде жаңбырда қой бағып жүріп, трансформатордың жанында тоққа түсіп қалған ғой. Қойш. Ауылға тоқ келген ба? Ауылға тоқ келген ба деп, сен жақшақтарын айтсаңдаршы ауылдың. Үйімшілдігін айт. Айтайық. Үйімшіл біздің ауыл. Өткенде қыста Сансыбай көкем қорасы өртенді. Жиналды ғой бүкіл ауыл, балдарын ұстап, аналарымыз келіп, кішкентай балдарға дейін, ойбай, қора өртеніп батыр, қора өртеніп батыр. Қарттарымызға шейін қора өртеніп батыр. Кеңдер жылынып алайық, мүмкіндік туа бермейді бұндай. Ауылдың экономикасын айта бермейсің, мәдениетін ба бірдеңін айтасың да? Біздің ауылымыздың адамдары мәдениетті, бәрі біледі, ол мәдениетін адамдарынан бөлек малдары да мәдениетті ғой біздің. Ит бар ғой кәдімгі ауылымыздың, итекеш, итінің өзі мәдениетті ғой. Мысалы, мен Ақбұлақтың иті болайшы мен. Мен сол иттің егесі бола қойды. Ақтөс мәна ит тамағын жеп ала қой. Қожайын өзіңіз бастап берсеңізші. Неме ақ күліп тұрсың? Қазір ойнайтын әзілдеріңіз еске түсіп кетіп отыр. Халықта білге көрсін де. Өте салғырт тамада. Ана бірінші стол жақта бір кемпір отқан еді ғой, кеп бата беріп ашып кетекші тойына. Сөзді тура мағынада түсінетін құдалар. Ал құрметті құдалар қауымы, ортаға бір жақсы бимен кесек. Құдалар қауым жақсы би. Дастарханың тоқ болсын, уайым қайғың шоқ болсын. Жарыл болсаң жасыма, бай болсаң тасыма. Тоқы, бимен емес, билеп берсеңдер, билеп. Апа, бұлжырамай тез кеңші бері қара. Өзін қатты жақсы көретін Нұрболат Абдулин. Махаббатпен ойнамасын, жашыrekті қинамасын. Рахмет, барлықтарыңызды жақсы көрем. Ханзада Жумонг сериалынан үзінді. Сарангата! Көресемана! Сарангата! Көресемана! Бір түсініп отқан адам құсап, қарап отқан дәрігізші. Рахмет достар, жалғастырамыз. 2006 жылғы қызды үйіне келін қылып алған отбасы. Келіндерін қайда, шай әкелмеймін? Келін, шай қойын. Көкеңе шай қойса. Ой, бұл. Бала да бұл, бала. Бала да бұл, бала. Қайыры бала бұн? Макты таслақтырмай ойнап атыр ғой. Бала да бұл. Ой, бала. Ең 2006 жылғы ғой. Осы құрдас сенің жасың нешедей? Мен 25-тем ғой. 25-нес, мен саған құрдас деп тұрым ғой, 60-тамыз ғой біз. Сен өзің 25-те болған жоқсың ба? Ой, қыз келетші кез болса, сылпылдаған 25. Айдың көлде аққуды атып алған 25. Төскейдей қашқан түлкідей сылаң еткен 25. Бұлғылдатқан 25, сылпылдатқан 25. Өтіп кеттің ау, айғай! 25! Деп қоясың ғой. Өтпеді ма? Қой мен сыртқа шығып келейін. Ой, бұл семьяларыңмен жынды екенсіңдер. Қай жері жынды, қай жері жынды? Әргеген кезде жынды дей бересің. Жынды ме енді? Не? Даладағы итті ішке кіргізіп қойған ес? Не ағып жатыр мынау? Түргет парадеға.
Рахмет, құрметті достар. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен кішігірім табиғаты керемет Ақбұлақтан келген Ақбұлақ ауылы. Сосын сахнаға жалғыз сөйлейтін ит алып шыққан команда. Қайсың ит? Айттым ғой сөйлейді деп. Айналайын Ақбұлақ, асыр салған жағанда, сенен артық өлке. Ақбұлақ командасы Сайрам ауданы жастар ресурстық орталығының басшысы Төлегенов Әділхан Маратұлына өз алғыстарын білдіреді. Бірінші жұп Ақбұлақ және No Comments ортаға. Құрметті қазір алқасы қысқа нұсқа және өз ұпайларыңызды берсеңіздер. Асан мырза. Ассалаумалейкум баршаңызға. Қысқа айта кетейін. Қазақтағы жақсы сөз бар. Болам деген баланың бетінен қақпа белім бу дейді. No comments. 1-0. Ассалаумалейкум. Мынау керемет ойынның куәсі болып жатырмыз. Енді мынау атам қазақ айтып кеткен, мен жастарға сенім, жастар ел болашағы дегенде мен жастарға беремін бүгін. No comments'ке қода ойыңыз. No comments. 2-0. Ассалаумағалейкум. Мен де әріптестеріме қосылам. Жас бауырларымыз. No comments. Мағжан мырза. Қайырлы күн достар, келе жатқан мерекелеріңізбен жастар, өз дауысым Ақбұлаққа. Ереке. Қайырлы кеш. Менде мақал мәтел жоқ жастарға арналған. Бірақ ой бар. Негізінде бұрын соңда фестивальдарда мектеп командаларын араластырып ойнаған кезде мектеп командалары балалыққа салып, бала тілі бал ғой деп солай ұтып кететін еді. Ал бұл жолы No Comments командасы балалыққа салған жоқ, кәдімгі әзілге салып ұтып кетті. Сондықтан даусым No Comments'ке. Рахмет, ендеше 4-1 есебімен суперфиналда No Comments. Рахмет. Екінші жұпқа кезек береміз. Екінші жұпты бастайтын еркін құрама Тамыр Жайдарман тобы. Зор. Қала жақы ұқсады ма? Ешкім білмей қалды ма? Вообще білмей қалды. Фонограмма екен білмеді ғой? Ой, білген жоқ. Трионың қыздары да білмей қалды ғой? Олар білді енді. Білсе біле берсін, өздері де сөйтіп айтады ғой. Қайырлы Шымкент! Ей, маңызды ойын. Айда. Маңызды адамдар келіп отыр. Ой бұрмай. Қарашы, Асан Мәжит ағамыз отыр. Абу Насыр Серіков ағамыз отыр. Еркебұлан ағамыздың өзі келіп отыр. Осы ерекеңе тоқталайық. Ерекеңе тоқталайық. Себебі мен кейбір деректерде бұл кісінің өзі де білмейді. Мен де білмеймін, көрермендер де білмейді. Бірақ кейбір жерлерде естігем, ерекеңнің көзі өте өткір негізі. Ерекең егер қорада тұрған сиырға қараса, 10 секунд қараса, кәдімгі сүт беріп жүрген сиырлардың өзі жатып қалады екен ғой. Бермей қояды. Сүт бермей қояды екен. Ол іштің емес, менің естім одан да мықты.
мына ерекең жаңа көкпарға шауып жүрген лазер, оригинал деген аттар бар ғой. Оригинал қайтыс болды, айта бер. Соларға бір 5 секунд қараса, жаңағы аттардың өзі бүгін шаба алмаймын ау деп ойланып қалады. Ол ма? Сендер әшейін жануарларды айтып жатсыңдар ғой. Мен кәдімгі тірі жан адамдарды айтайын да. Еркебұлан ағай бар ғой. Көтермей жүрген әйелдерге 10 секунд қараса, сол әйел көтереді екен ғой. Осы ерекең барлығын көзбен бітіреді екен ғой. Жігіттер, жаңалық бұйырса осы 20 қараша футболдан әлем чемпионаты өтеді. Вот сонымен қатар елімізде президенттік сайлау өтейін деп жатыр. Енді бір қызығы қазақтар екеуіне де қатыспайды. Че говоришь, мальчишка? Я енді бұның айтып отқан типа қазақтар екеуіне де қатыспайды деп айтып отқан ғой. Жанамалап жеткізіп жатқан тұр ғой. Қойшы, ескі немен бармайшы. Сен қаяқтан келдің осы кеше ғана. Біз 1-8, 1-4 бәріне ойнап келеміз, сен финалға келе салады. Мен айттым ғой, жәке үйлендім дедім. Команда құрылып жатқан кезде айттым, жігіттер мен анамна ойынға келе алмаймын. Тек финалға ғана келем дедім. Үйлендің бе сен? Үйлендім ғой. Өте әдем болып беташарға ешқайсың келген жоқсыңдар ғой. Шақырған жоқсың ғой? Шақыратын да беташар болған жоқ. Ауылда бір тамада қабды оқыса башам, әрете балды ғой беташар. Қатты болған жоқ. Бірақ үйленген зор екен. Үйленген жақсы екен. Үйленген кезде келіншегімді Ақотауға апардым. Абыройын ақтардым. Жақындауға ұмтылдым. Сөйтсем, қызының бұрынғы жүрген жігіт композитор екен ғой, қатын қарына бөлек жарысып. Ол сені Ақотауға Осы. Жігіттер, қойыңдаршы, бағанадан бері мына жерде құрашын әңгіме айтып тұрсыңдар. Сендер маңызды бір детальды жіберіп алған жоқсыңдар ма? Жақсылап қарасаңдаршы. Еркебұлан ағай маған 10 секундтан бері қарап отыр, бағаналы бері. Құда қаласа жақында жақсы болып қалады ау. Онда сен көтердің ғой? Неден? Барселонаның победасынан. В общем, қойыңдаршы болды. Бүгін білесіңдер ма, кіммен ойнайтынымызды? Кіммен ойнаймыз? Бәрекелді кірпі деген команда. Екі ақ бала болып ойнайтын команда ғой. Онда сендер кете беріңдер. Ойын біткеннен кейін әңгіме болады, бесеуі жабылып кетті, анау мынау болды деп. Тем более кірпі деген жануар вообще ұнамайды маған. Үрмейді, мияуламайды. Артына алман сауатты әбіржіп жүретін жануар ғой. Не қыласың кірпін? Өзім ақ шабам. Өзім ақ қумасы. Олар кеше ғана мына Астанада өткен ашық лига бар ғой. Соның жеңімпаз болып келген ғой олар. Мықты ойнайды олар. Ой, бұрма. Көрермендермен келген дейсіз ғой енді. Бірақ шынымен мықты ашық лиганың чемпион болсын. Тем более театр әртістер емес пе олар? Театр әртісі әр ойында жоғарғы балмен өткен. Мен сол командаға ойнай салам ау деймін, жігіттер. Кете берейін мен, достар. Кете берейін, достар, мен сонда қайыршым ба, достар. Ендеше сахнада қарсыластарының өте қатты жақсы көретін тамыр. Parce que si t'as fait ça, t'as braqué, on s'en bat les lélés. On t'a carotte dans son gamos, t'as passé tracker. Parce que si t'as fait ça, t'as braqué. Сонымен Франциядан келген сиыр. Мығу. Кезінде қате сүндеттеп қойған баласын көшеде көріп қалған молда. Жұмағұл қалайсыңдар? Шүкір көкең өсіп жатыр. Сонымен қымбат достар, Моңғолиядағы Моңғолия дауысы. Сонымен әнші Тұрар концертте. Біздің жиналатын әзіл Қазылар қаласында отырған біздің жастар жанашыры, елдің елеулісі, әрдайым жастарды қолдап жүретін біздің Мұрат ағамыз жайлы болмақ. Енді Мұрат ағамыз әрдайым артынан өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа өзінің дұрыс тәрбиесін беріп жүрген. Мұрат ағама бір қошемет ұрып қойыңыздаршы, бірінші жақсылап айнала. Мәке. Шүткі өнекті болды ғой. Просто мәкең жақсы көріп кетемін да, айтып кетейінші деймін ғой, хабарлаған. Қымбат достар, Әділқазы алқасында отқан Мұрат ағамыз көптеген өнер жұлдыздарын, шетелдік өнер жұлдыздарында үйінде шынымен де қонақ күтеді. Сонымен Мұрат ағамыздың үйі қонақта Жаққалиев. Ал енді мынау Жаққалиев жан, мен танып отырсың ғой жалпы?
Енді мәке сіз танимын ғой, сіз елдің елеулісі, халықтың қалаулысы Мұрат ағамызға бір қазір бізге отыр ғой міне. Ой, сендерден көп нәрсе күтіп қалып ем. Анау мынау деген әңгіме. Біз жарамай қалды ғой что-то. Жігіттер, уайымдамасаңдаршы, бізде бір бал бар ғой уже. Қош? Иә. Қандай бал ол? Келе беретін қайтып. Қандай бал болғанда, Әбу Насыр ағаммен сөйлестім ғой мен. Сен сөйлестің ба не? Иә, сөйлескенде жазды да маған. Қош, не дейді? Көрсейін. Болды. Бәрекелді, қошемет қойыңыздар. Әбу Насыр Серіков. Бәрекелді, сөз соңында қыран құстың қырандай самғауы, ек қанатының арқасы, адамның адам болып жүруі, арманы мен мақсаты сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен, арманы айқын, чемпиондыққа деген мақсат қойған Тамыр Жайдарман тобы. Рахмет, шымғалы! Рахмет. Тамыр Жайдарман тобы ешкімге алғыс білдірмейді. PlayStation'де дайындалатын жалғыз команда бұл жігіттер. Дәл осы орайда Жайдарманның финалдық бәсекесіне серіктес болғаны үшін Карамель лаунж барына алғысымызды білдіреміз. Ешқандай да халал емес. Ереке кешке банкет осы жерде. Араларыңызда сәл сондайлар болса. Мейлі, келесі команда Тамырдың қарсыласы ерекше стильді жандар, ортада бәрекелді кірпі. Олжас, Жайдарманға тұманда клубта дайындалғанымыз қалай болады екен? Тамыр PlayStation'да дайындалып жүр ғой. Типа солардан кек ағандай боламыз осында. Болдың да. Қандас, 16 боссыз ба? Жайдарман қойсаңшы, Құдай қаласа. Ел ағалары болып Жайдарман ұйымдастырып атқанбыз ғой. Соған өтіңіздер. Сол дайындалып жүргенбіз ғой Жайдарманға. Тоқта, Бегона клубта дайындық болмайды, кеттік үйге. Қайттық. Үйге әдемге бала салдық қой, Сен анау Тағай Нұралиевті білесің ба? Қай Тағай Нұралиев? Тентек болып қалғансың ба? Фамилиясымен қосып айтып жатыр ғой. Тәкең де өзіміздің. Тәкең деп айтсай, Тәкең. Кеше тұманда дайындықта жүріп Тәкеңді көрдім ғой мен. Сен байқамадың, бір қыздармен сөйлесіп тұр ең. Тәкең бір түрлі болып тұр енді. Білмеймін, күндегіден ерекше.
андай бір шетте теріс қарап тұр екен, бара жатыр ем, Тоқаевтың нөмірін білем ғой мен. 12-0, Путин құдамыз болады, Назарбаев нағашым деді. Ой, тәке тыныштық па жайшама деп ем, ол жас мен саған жан сырымды ақтарайын деді ғой, бірден. Сөйтті да, не үшін үйленбей жүргенімді, мына жерге қалай жүргізуші болғанымды бәрін айтам деді да. Келесі кадр екеуміз кабинкеде отырмыз, шай ішіп. Арасында 40 жібересіз. Арасында 40 тасай салдым, анау бармен бір нәрселер. Сөйтіп, тәкең негізі үйленем деп беттеген екен бұл кісі. Бұл кісі өз жаздың кезінде ау деймін. Қызының үйінде әкесімен танысуға бар жатқан, рубашка киіп алған ғой, кетіп бар жатса, бір талда мысық тұрған ғой. Соң құтқарам деп шыққан ғой бұл кісі. Көлегі мына жерін жыртып алғанда, үйіне барып келген ерінген өзі, бірақ көлегі болған ба бір нәрсе ғой. Қыздың үйіне барса, анау қыздың әкесі жақтырмай қарап, тәкең жасырып оны. Сөйтіп үйіне кетіп қалған, арада күндер өткен, жаңа қыздың мамасы звондаған ғой тәкеңе. Не деп? Тағай, сен не мен қызыма айран ішуді үйреткенсің? Мен қызым қайта-қайта айран ішіп, бүкіл ақшамыздың бәрі айранға кетті, банкрот қылдың, мен сені соттатам деген тәкең қашқан ғой басқа қалаға. Сөйтіп бокс, Сократ, Иван деген достар тауып алғанда бизнес ашқан ғой. Сөйтіп көп ақша жинап, ақшасын бәрін мәкеңе беріп, жүргізуші болып алған ғой. Бекот трассамен жүрме? Жайша ма? Ой, трассамен жүруге болмайды екен. Түнімен көргем ғой өткен анда ютубта трассада бір қыз тоқтатады, мінгізіп алсаң аяқ тұяқ болады деп. Бәрі сөйтіп айта берді, өткенде трассада бір өзім жүріп келе жатырмын, бір ақ киіп алған қыз тоқтатты ғой. Ой, қазақтың қарапайым қызы болар, не де болса үйіне жеткізіп тастайын деп мінгіздім, бірақ өзім қорқып тұрмын. Айдап кетіп бар жатып, қорқып бүйтіп аяғына қарап қалсам, туфли киіп алған кәдімгі аяқ, уф деп басына қарасам ешкі. Сөйтіп не істедің? Главный аяқ тұяқ емес қой деп дальше перді ма? Айтпақшы, шай іш деп айтпаппын ғой, шай ішек. Ой, шай ішек. Шай ішек. Шай. Ой, осы шай. Шайдан алып отыр. Беконы шайына фейридің дәмі шығып тұр ғой. Қойш? Бота. Бергел. Естідің ба? Кеседен феридің дәмі шығып тұр дейді. Мен сендерге қанша рет айтам, барфпен жуыңдар деп. Бар кет бар. Барфпен жуса күшті де лимонның дәмімен ғой анау. Ташкентский шай ішкендей боласың да жаңағы. Енді шай болмады. Болмаса әзіл ойнайық. Ойнасақ ойнайық. Отбасыда. Қызым, не ана түріңі? Сақал мұртыңды алмайсың ба? Әке, мен сіздің балаңызбын ғой. Олжас, сен мен балам болып ойнап отырсың ба? Мен өзімше, сен қызым болып ойнап отыр екен деп өзімше импровизация тығып жаңағы. Кешіріңіздер ағайын. Балам, шашыңды алмайсың ба? Не ана? Қазіргі жастар телефонмен дәл осылай сөйлеседі. Алло, жан. Ал. Осы сен қанша болашағымыз болған қалайсың? 10. Батырана болғым келеді дейсің ғой. Қойыңызшы. Жан, сіз ше қанша баламыз болған қалайсыз? Мен 3 қызым болған қалайым. Неге? 3 қыз тәрбиелеген әке жәннатқа кіреді дейді ғой. Ақылыңыздан сол. Жақсы онда жаным, мен ұйықтайын. Ертең 5 әмен футбол ойнайтын ек. Пазл арнасын жүргізетін жігіт тойда тілек айту үстінде. Сәлем достар. Бүгінгі той құтты болсын, Айдана мен Шыңғыс бақытты болсын деп қол соғып қояйық. Сіздер Айдананы танығанмен оның кейбір ерекшеліктерін білмейсіздер. Айдана қарапайым қызға ұқсағанмен негізі басы ешкі.
Рахмет достар. Қазір көшеде дәл осындай алаяқтарды кездестіруге болады. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум Айып болмасын, аға, анау қалаға келіп емделуге келгем ғой, ақшам, документім бәрін жоғалтып алдым да. Сол Жетісайға қайтамай тұрым, сол жол көреге ақшалай көмектесіп жіберсеңіз айып болмасын аға, Жетісайға барасың ба? Жетісайға барам. Мен де как раз Жетісайға баратын ем. Отсай апарып тастай салайын. Жоқ, аға, ыңғайсыз болады ғой, ақшасын берсеңіз өзім барып жетіп ала саламын ғой. Жетісайға барасың ба? Болды ғой, отсай апарып тастаймын ғой. Или алдап тұрсың ба? Жоқ, алдап тұрған жоқ. Онда отыр. Аға, сәл жай дей беріңіз, аға. Аға, мен негіз қатты ақсыз емеспін, аға. Шыныңды айт деме. Аға, негіз мен красавчик болған, мен тормызбын. Шыныңды айт деймін саған, Аға, мен қызымды ақшасына бола пайдаланып жүрмін. Шыныңды айт деймін саған. Аға, плазаға, әжетханаға бола кірем. Шыныңды айт деймін, Аға, негіз мен сізге өтірік айттым, ақшаны өтірік алдап сұрадым. Дұрыс. Yes. Әрі қарай жалғастырасыз ба? Жалғастырам. Шыныңды айт. Өмірімізде барлығымыз... Қашып кетем деп ойладың ба? Жоқ. Шыныңды айтем, мойында қашып кетем деп ойладың ғой? Қуасың ба, өйтіп ойлаған жоқпын. Жүрегің түбінде кішкентай нәрсе болды ғой, қашып кетем деген, шыныңды айтшы. Тентек болып қалғансың ба, Биго? Ондай ой болған жоқ, қумаш. Қойш, болмады ма не? Иә. Болды, онда әзілдерді хабарлап жер, мен дайын тұрайын. Сездім. Таңертең ерте тұрып, Бико мені формың, мені кроссовкың дегеннен қорқып ем. Сол үйдің итіне мен тамақ берем. Жануар кететінді сездіме қыңсылап қимады. Командаласымның ит екеш ит құрлы мейірімі болмағаныма. Құйрығы жоқ, жалы жоқ, құлан қайтып күн көрер. Аяғы жоқ, қолы жоқ, жылан қайтып күн көрер. Шыбын шықса жаз болып, таздар қайтып күн көрер. Жалаң аяқ балапан, қаздар қайтып күн көрер. Домбыра шаласыз ба? Шалмайым, шертем. Күресте шалады ғой. Домбыраны шертет. Биік таулар, ей бойшаңмын деп шіренбей. Күнің жетпей, сенде бір қозы боларсың. Терең теңіз тәкаппарсып түнерме. Суың кетсей, сенде бір шөл боларсың. Кешір, Бико. Ит екенсің, бетің айтайын. Не істерімізді білмей алдараспан ойнап кеттік қой. Осыдан кейін қайтып өткізет бізді әділқазылар, Сен соны уайымдап тұрсың ба? Сен қазылар алқасында кімдер отқан білесің ба? Кімдер от? Мысал үшін мына кісі мына Ерекең, бәрі жұрттың бәрі біліп, осы Қазақстан бойынша бәрі біліп отыр. Мысал үшін Асан ағамыз актер болсын, бүкіл Қазақстан болсын, бүкіл жердің бәрінен кеп отыр. Мысалы, Әбу Насыр аға осы кісі, халық бәрі біліп отыр, осы кісі қандай екен мысалға. Сен негіз фактқа жоқ екенсің, Фактке жоқ болсам да, ол кісілер өз ісінің мамандары. Дәл осы финалға қазылық қылып отыр. Қай команданың алға жоспар қойып,
дайындалып, болашаққа мықты планы бар екенін, қай команданың ойнаймыз ба, ойнасақ ойнай салайық деп PlayStation'де дайындала салған ажырата алады. Ал осыдан кейін тамыр Рахмет достар. Сахнада болған WhatsApp'та бәрекелді кірпі дейтін группасы жоқ. Бәрекелді кірпі. Кездескенше. Рахмет, бәрекелді кірпі және тамыр командалары ортаға. Достар, дәл осы орайда қазір алқасының құрамында кішігірім өзгеріс орын алған екен. Мағжан мырзаның орнына дәл осы жастар ресурстық орталығының басшысы орынбасары Заманбек Орынбеков мырза. Қош келдіңіз. Бірден білінеді сіздердің саясат адам екендеріңіз. Сонымен бастайық. Ереке. Бірден дауыс берейін бе? Өз ойыңызбен бөліссеңіз де болады. Күшті негізі тамыр командасын ертеректе Сырдария командасының құрамында көрдік жігіттерді, одан кейін Мақтарал құрамасында көрдік. Жігіттер харизма бар, бірақ өкінішке орай сіздер бүгін белгілі бір өздеріңіздің аттарыңызға сай өнер көрсете. Ал кірпі командасы мен үшін бәрекелді, кірпі командасы мен үшін жаңалық бүгін. Күшті, даусымды кірпіге берем. Заманбек мырза. Ассалаумағалейкум, армысыздар. Мен де даусымды бәрекелді кірпі командасына берем. 2-0. Әбеке. Мен де бәрекелді кірпі командасына берем. Мұрат аға. Бәрекелді кірпі. Асан мырза. Бәрекелді кірпі. Ойымды қорыта кетейін. Сахнадағы сахна мәдениеті сақталған, өздерінің мақсат мүддесі айқын, команда бәрекелді кірпі. Рахмет, ендіше 5-0 есебімен суперфиналда өнер көрсететін бәрекелді кірпі. Қымбатты достар, осы орайда бізде көптеген қонақтар келіп отыр. Мен шетінен бастап таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бүгін бізде қонақта Әзіл әлемі театрының актері Медет Досқанаев. Сүйікті командаларыңыз Жездуха жобасы, Миллион командасы. Бүгін осы Миллион командасындағы мақсат Бөбей. Айжамалдың туған күні бұл. Қошеметтеп қойсын. Жалғастырамыз, сәлемдесу ортада Төле би құрамасы. Жадмаңе шула! Төле би құрамасы. Жігіттер, сорлы десе ренжисіңдер, ә? Командада даусы мықты балдар бар да? Неге именно французға айтқызғасындар? Кеш жарық Шымкент! Ақтық, мәре, финал, абырой құрамасына қарсы ойнаймыз. Бүгінгі ойында бізге ұтылуға болмайды, жігіттер. Неғып ойындай бересіңдер? Олар сұр бойдақтар ғой? Бауыржан Момышұлы айтқан халық жаулары ғой олар. Қалай сонда? Сендер үйленген жігітсіңдер. Бойдақтарды ұту оңай. Қалай ұтамыз оларды? Шықшы. Карамель, тілімнің ұшында карамель, тілімен ала бер кел, түнімен түнейді перілер. Күй отымыз. Мұна біреуін кім аузынан табасың? Мұна бір қыз не істемекшін деген ғой?
Не істегенде бұны абырой командасын қасына қосып жібересің. Абырой автоматически бізді ұмытады, нәпсімен күрес басталады. Мына қаруың өзімізге қарсы шығып кетпей ма кейін? Жігіттер нағыздың инстасы болса. О, тәке. Тоқтай тұрыңыз, сіз өзіңіз ар жақта нәпсіңіз нағыз құшақтап тұр ғой жоқ. Жігіттер, тағы аяғымызға тисе бермеңдер. Біле білсеңдер, ол кісі Ордабасы футбол клубының амбассадоры. Не басадор? Амбассадор. Достар, құттықтап қойсаңыздар болады. Шымкенттік Ордабасы футбол клубы футболдан Қазақстан кубогының жеңімпазы атанды жақында. Жоқ, базар жоқ, Ордабасың құтты болсын. Тәкең не қатысы бар о жерге? Или заменге шығып гол ұрды ма? Сол ойынның сценарийін жазған дейді ол. Жігіттер, мен көріп келдік қасиетім бар ғой, білесіңдер ғой, а? Мен 20-шы сайлау күні, 20-сына болатын сайлау күні кім президент болатын білем уже. Кім болады? Пока интрига болып қалсын енді. Примерно очки таққан бір кісі ғой, а? Яғып, интриганы өлтіресің. Олай болса, абырой құрамасына қарсы действительно абырой бар жігіттер кеп қал, жалғастырыңыз! Тағы да қайырлы кеш достар, көрейік, абырой құрамасы финалдан кейін үйінде. Құй! Бағлан, сен ішпейтін жұмаға бар жүрген балайын ғой? Бүгін можно құйма! Қымбат достар, қазіргі таңда сатқу, яғни шегеге тұру терапиясы қатты дамып кеткен. Сонымен елестетейік, терапиясы сәтсіз шыққан пациент. Болды ма ағай? Болғанда 70-тік шегелер болды қа, 100-тік шегелер қалды ем, та башты. Достар, көрейік, президенттік сайлауға өз дауысын беріп шыққан жеңіл жүрісті қыздар. Көля, кімге дауысыңды бердің? Жигули Дайрабаев па, соған бере салдым. Не үшін ол кісіге бердің? Қойшы, кімге бермей атық қазір? Не айтып атсың? Ой, Әміржан Қосановқа да берді ғой, алдық кетті ғой. Достар, дүниежүзі тарихында Наполеон Бонапарт байқаусызда өз әскерімен соғысып, үлкен шығынға ұшыраған. Сол соғыстан кейін Наполеон ертесіне. Бәсе, 40 кеп атырым, таныспастар түсіп атыр, 40 кеп атырым, таныспастар. Әлде де соңында бөлемді көріп қалды. Достар, елестетейік, 16 ғасыр посуточный киіз үй алуға келген екі батыр. Жігіттер, үй осы киіз үй көрдіңдер ғой, а? Барлығы жағдай жасалған. Сразу айтайын, үйде шуламаймыз. Қасымыздағы киіз үйде Юля деген орыс кемпір тұрады. Жаман бәлеқор. Шуласаңдар әскер шақырып сат жереді сразу. Болды. Сосын үйге кепілге беретін бірдеңелерің бар ма? Кепіл болмай тұр ғой сол. Сен түрің кішкене күмәнді екен, сәл подозрительно отырсың. Ықтияр, мынаны суретін сабаш жақсылап. Достар, көрейік, қытайлық ресторанда. Тарелка пустой ғой? Өлі шаяндар қайға кетіп қалды? Он 16 ғасыр көшеде. Бауырым, мына суреттегі жігітті көрдің ба? Жоқ, не қылды? Киіз үйім жинабай кетіп қалды. Не қылды, әйеліңді көріп жын көргендей болып қалдың ба? Қымбатты көрермендер, қымбатты қазылар алқасы. Рахмет. Қазыбек, рахмет. Қымбатты көрермендер, қымбатты қазылар алқасы, бірі білсе, бірі білмейді. Біздің команда осы Шымкент қаласында чемпиондықты сұрап жүргеніне сумаңдап 10 жыл болды. Сол 10 жылдың ішінде біраз өзгерістер бар.
Мысалға, мына Раушан деген қыз 2016 жылы біздің командада ойнаған. Как раз сол кезде біға екеуі мама папа дейтін шутка ойнап еді, қазір. Қазір Құдайға шүкір екі баланың мама папашысымын мен. Мына Бибігүл деген қыз 2017 жылы біздің командада билеп берген. Бек Сұлтан үйінде билеп жатыр Бек Сұлтанды. Салтанат біздің командада ойнамаған. Біздің ойынымызды историясынан салып, жақсы ойнадыңыздар деп салған. Дайректке жазған. Қазір соның зардабын шегіп жүр мысалға. Мысалға Айнұр бізде тек грим жасаған. Қазір Төле бидің үйінде гриль жасап жүр тамақ әйтеуір. Енді міне Құда қаласа бүгін командамызда бір өзі тұрысы бөлек палуан ойнап тұр екен. Бұл да бір белге шығар енді. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен, командасына келген әр адамды до конца пайдаланатын Төле би құрамасы. Рахмет. Төле би құрамасы өз отбасыларына алғысын білдіреді. Осы орайда жайдарманға қолдау көрсеткен үшін Шымкент қаласының ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының жастар ресурстық орталығына өз алғысымызды білдіреміз. Төле бидің қарсыласы қысқа нұсқа абырой. Айтшы, кім финалда менің жентігім кім? Айтшы. Төле би. Қой, Төле би әлі бар ма не? Оны Төле би құрамасы. Соны айтып жатырмын ғой, мен Төле би әлі бар ма деп тұрмын. Қайырлы күн Қазақстан! Финалда жадыратып, жайнатып бір ерекше той қылар. Анау зор кетті негізі. Жіберші қайттан. Osmonda qushlar uchganda, sog'inib kelgan chog'larda, oldis qo'shig'in aytganda, yo'llarga qarang, yo'llarga. Osmonda qushlar uchganda, sog'inib kelgan chog'larda, umid qo'shig'in aytganda, yo'llarga qarang, yo'llarga. Tagi, tangdash. Qaysi? Аржалаңдап тұрғансың, мынау ғой яғын, кеш. Тәкең көңілі жаса, бұлай қарап тұрсаң, 2006 жылғы қыз таңдап тұр ғой, құтты болсын ал. Osmonda qushlar uchganda, sog'inib kelgan chog'larda, oldis qo'shig'in. Амына енді. Ағайын дос бауырлай жиналсан ау, келінің бетін жауып оқтауы ұстап, бүгінгі бет ашарыңыз бастайық ағайын. Алып! Сығарел! Сен үйіне бақ кетесің, ға? Үйіне бақ кетесің, ға? Қайтсың? Жіберел! 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 Құдай! Малма сендірге еу! Малмайау! Малмайау! Не? Шәрпін ғой. Малмайау! Шәрп қой, шәрп. Қанеге, қойш бол, сабыр қыз шан. Қандай шәріп еу? Сабыр қыз. Жездуғаға түскін келе ма? Түскін келеді ғой. Құрау ондан яқа. Қайсың ап қашып кеткен? Кім абатқан? Кім абатқан? Ай, бұл үйленбейді бұл. Жүре береді өстіп, тот басып қалған бұл кісінікі.
Қазақта мақал бар. Жалғыздық тек тағайға ғана жарасқан дейді. Құдағай, енді жақсы жері кеп тұр. Төбедегі 5 құдағыңыз көріп тұр енді. Кімдері? Қараш, айтайшы, құдағай, ашуланбашы. Бол. Ана жюриде мыналардың барлық құдаларыңыз Асан Мәжит келіп отыр. Шам театрының актері. Жарайды, мен құдалар үшін сыйлаймын. Қызым бата бір не ағылай деп мо. Бетінен сүйіп батамды берейін. Болды. Жабасамыз астына не. Айтарымыз бар да. Қызым ғой мен, қызым. Иә, көзім. Бұлай тұршы, мен де бір сүйіп кете салайшы. Қош, сүймей-ақ қош, сән қызғанып тұрмын мен. Қанат, сен мұна қыздан мені қызғанып атсың, мұна қызды қызғанып атсың. Сен кім? Сені қызғанып аттың да енді. Қабырға жүрші, өзім шай шекші бір. Давай, жақсылап, не еске алып, бол жүрсеңші. Төлебейді ұтылып қалсаңдар, бірақ Osmonda qushlar Тәке! Қандай тәке? Тағай! Қой, басып қалдың, есікшіда басып қалдың, Ұра бермеш, қанат бір шығып ұрады, сен бір шығып ұрасың. Тағай саған ештеңе деген жоқ қой? Алу бірдеңе дегісі кеп тұрма, мен жақтымай тұрмын. Жеттер. Ят бол, тоқта, ят бол. Кел өзің. Бергел дейм. Бергел өзің, кел ма. Не болды, не жағдай, айт. Мынау, біз сәл жолдан секіріп кеттік қой. Не алды? Бойдағы ағамыз бар ғой, Марат ағамыз. Не, екеуінде жеңгетай боламыз, біз қайда не аламыз ғой? Айтып жатыр ғой, жол үлкен сол кісіні істейші әтсек. Оған қазір қыз ұнағанмен мәкеңе қыз ұнамайды ғой қазір. Мыналарың ұнамады деп қаңғышын қоя берсін. Turn that music up! Рахмет. Шымкент қаласындағы гендер пати. Кән, жаным, айналайын, кән. Қызарса қыз болады, көгерсе ұл болады. Күтейген. Менде қара көзілдірік бар. Менде қызыл тақыда көп бар. Менде капелька бар. Еще такой. Макси шай шығаратын зауытта. Толтырып құйсаңдар ше, неміне білемін? Менде қара көзілдірік бар. Менде қызыл тақыда көп бар. Менде капелька бар. Еще такой. Финалдан кейін Төле би құрамасы үйінде. Толтырып құш. За күйік шекші қалай ұтылып қалдық біз мен. Құрметті көрермендер, соғыс уақытысында дәл осындай суреттерді қалай түсірді деген сіздерге қызық шығар. Сонымен көреміз соғыс уақытысында. Брат, кеш. Тұршы мына жерде фотоға түсіре салайын. Фотосын өз соғыстан мен жынды ма? Бір түсіре салайшы. Бұл сен тез түсірші. Бір күлш. Соғыста күліп тұрам мен. Жынды болғансың. Отчетқа керек болады ертең. Отчетта біреу сұрамай жүр. Мағжан ағаны сұрай деді. Маған түсір сал. Басқалай тұршы енді. Бұл сен тез бош. Ал сен сәл бірдеңе істеп тұрсың. Кән ши іздейміз кән. Анаяқтан палшандар қырылып жатыр. Ши іздеп тұрайын енді. Осы момент ұстап қалсайын. Болды ма? Көрші мән кеп. Телеграммынан жіберші маған файл. Менде қара көзілдірік бар. Менде қызыл тақыда көп бар. Менде капелька бар. Еще такой. Менде қара көзілдірік бар. Менде қызыл тақыда көп бар. Менде капелька бар. Еще такой. Рахмет. Рахмет. Ауылда бізді бала кезімізде анамыз бізді дәл осылай шомылдыратын. Құдай жаным, ақ балапаным менің. Құдай жаным, кешкен. Әй боласың. Шолмаймын. Келе ғой, әй боласың. Шолмаймын. Кел, әй боласың дедім. Кел, отыр. Кәні. Арқан кезу керек. Аш кетті арқамай. Күнге күйген, әбден күнге күйген аш екен ештің. Ашымыз машалка аш жол. Жап есті, жап! Суытасың үйді. Мама, папамыз банда отыр. Папа? Әкеш бер, тезсіз. Ой, болды бір. Ау, басыңды мына шампунмен жүрші мені. Басың жуып отырады.
Ау, көзім ашып кет. Қойшы мына баланың көзі ашып жатыр. Көзі деймін. Кәл, әкелі. Мына суға жума. Айуан, мына шелекте тұр ғой, міне су. Шелекте тұр ғой. Әкел бетін жу. Кет ма? Кән, тұра қойшы орнына, кән. Бер жағында өлі, мына тізені қара, қап-қара болып кеткен мына қара. Мына езу көрді. Аяғыңды әкел. Көтер аяғыңды. Қадаңға бар ғой. Сен күлмеуді үйренші, балам, жаным айналайын. Болдың ба? Ке мына оранып ал да, үйге қарай жүгір. Папаң жіберші бер қарай. Рахмет. Рахмет. Құрметті көрермендер, пацаны, я хочу сказать, можно, да, конце слова? Еркебұлана, конце слова. Нам нравится очень, Баслига очень нравится. Просто нас не отпускает. Не отпускает. Нам ругает, он тоже ругает. Мы хотим играть на Баслигу, просто не отпускает. Марата түсінбей қалғанша, орысша айттың ғой? Марата түсінбей қалғанда қытайша айттың ба сен? Бәрі орысша түсінеді ғой, бәрі біледі ғой. Тәкең түсінбейді. Тәкең түсінбей ма? Пост стоит тогда. Құрметті көрермендер, сөз соңында жай ғана чемпиондық үшін абырой жайдарман құрамасы. Рахмет. Абырой командасы Әбдімұса Қуатбеков атындағы Халықтар Достығы университетінің басшылығына өз алғысын білдіреді. Үшінші жұп ортаға. Супер финалға кім лайық? Асан аға. Абырой. 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 Төле би құрамасы. Ал мен толығырақ айтып өтейін, енді мен де түсінген жоқпын не үшін Төле би құрамасы екенін. Бірақ екеуі де тәжірибелі команда, бірі премьер лиганың чемпиондары, екіншісі жоғарғы лига ойындарының қатысушылары. Екеуі де бүгін жоғарғы деңгейде ойын өрнегін көрсету керек еді, көрсете алды деген ойдамын. Осы орайда Төле би құрамасы егерде соңғы блоктарыңды, соңғы келіншектермен жасаған блоктарыңды алдыңғы сапқа қойғанға, алдыңғы чосқа қойғанда мүмкін күлкі векторы сендердің плюстарың ойнайтын беді. Өкінішке орай соңына қойып қойдыңдарда оған дейін жете алмай қалды. Оған дейін қойған әзілдерің жеткіліксіз болды. Ал абырой құрамасы басында үлкен канвамен бастады. Канва дегеніміз үлкен бір линиямен бастады. Үйлену тоймен әрмен қарай әзілдермен жасады. Барлығы сәтті өтті. Сондықтан бүгінгі осай жекпе-жекте жеңіске жетіп отырған абырой құрамасы. 4-1 есебімен суперфиналда абырой. Қымбат достар, енді екінші сәлемдесуге кезек береміз. Жеңімпаз үштік өнер көрсетеді, өзара мықтыны анықтайсыздар. Тағы бір естеріңізге салып өтейік, бізге қолдау көрсеткен үшін Шымкент қаласының ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының жастар ресурстық орталығына өз алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар серіктесіміз Карамель лаунж барына рахмет. Кешке сол жердеміз. Келіңіздер. Сәлемдесу ортада no comments.
сахнада Шымкент қаласының 7 дүркін чемпионы. Біз чемпион емеспіз ғой. Мен біз айтып отқан жоқпын. Мен Тағай ағаны айтып жатырмын. Құрметті достар, біреуіңіз білсеңіздер, біреуіңіз білмейсіздер. Бұл кісі Шымкент қаласының 7 дүркін чемпионы. Болды, қараша. Мына кісінің қасында не қылып тұрып алдық? Білмеймін ғой, осы кісінің қасында тұрғандардың бәрі чемпион болып кетіп отыр ғой. Тағай мырза, қалай чемпион болу керегін айтыңыз. Оның жолын жасау керек қой балдар. Ойбай, ауыл әкімі жасай алмай жатқан жол бізге айтып жасаймыз? Топас, ол саған ондай жолды айтып жатқан жоқ. Просто жолын жасап бір бәле бересіңдер ма деп жатыр да. Сенен артығын таппадым, саған берген сүтті ешкімге сатпадым. Сәлем, Тағай. Сәлем. Қалайсың? Жақсы, танымадым. Менің әпшем ғой. Все. Жотам, қайныңды бүгін чемпион қылатын шығарсың? Оның жолын жасау керек қой енді. Әкім жасай алмаған жол біз қалай? Біз бұл сөзді айтып қойдық уже. Есіңдемі сол бір күндер, есіңдемі сол бір түндер. Сәлем, Тағай. Қалайсың? Қалайынды қоя тұр, мұнауың кім? Оны қоя тұрын, ішіңіздегі не дегенше? Өзің ғой, інімді чемпион қылам, жолын жаса деп жасады қал. Мен түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Екеуміз жүрмей қойғаны кейін тұрмысқа шықтым. Одан кейін екеуміз бала күтіп жүрміз. Сөйтіп сәл түсіндірсеңдерші. Хорошо, финалға не бар? Би. Көрейік билеріңді. Жарық Шымкент! Қош осыңда енді. Аманса бересің қайта-қайта. Жаңалда ғана амандасыз қой. Болмаса қатты амандасын кеп барша түсіп амандаса бер. Біз нақта ойнай берейік. Жігіттер, одан да өзіміздің стилде ойнайық. Мысалы біз көп нәрсені білеміз. Айтсай? Айтпаймын. Біз түк білмейміз. Финалға кеп той болып қалдық. Айта берсе біз нандай нәрселер түсінбейміз деп. Оның несін айтасың, бәрін түсініп тұр ғой. Финалға кеп, осындайлар қойыңдаршы. Қойыңдаршы демекші. Құрметті қыздар, студент болған кезде шаштарыңыз май-май болып келесіздер да. 3-ші курс болған кезде өзінше городская болып қаласыздар. Не сол? Одан кейін жігіттер, сіздер болашақ жарым ұзын кию керек, клубқа бармау керек дейсіздер да. Өздеріңіз клубқа барып, мини-юбка киіп алған қыздардың қасына шықпайсыздар. Не сол? Как будто болашақ жарларыңыз солар сияқты. Одан кейін жаңа жыл біздің мереке емес дейсіздер да. Жаңа жыл келсе өліп жесіздер. Не сол? Сосын қыздар, қымбат машинаның алдына отырып панти болғандарыңыз қойыңыздаршы. Не сол? Как будто сол машина өздеріңіздікіндей. Одан кейін қыздар, дайректеріңізге жігіттер жазса неге ответ қайтармайсыздар? Атап өздеріңізде жазғыларыңызге өліп тұрсыздар ғой. Тем более онлайн болып отырасыздар ғой. Не сол? Одан кейін барлықтарыңыз Қазақстан футболын жамандайсыздар. Егер ставкілерін шығарып берсе, өтірік патриот бола қаласыздар. Не сол? Көрдіңіздер ма? Біз осы заттардың барлығын наоборот дұрыс жасаймыз. Құрметті қыздар, сіздер көшеде мини-юбкамен жүресіздер ма, тыр жалаңаш жүресіздер ма, бізге бәрібір. Өйткені біз жақын арада үйленбейміз. Жаңа жылда ішесіздер ма, ішпейсіздер ма, бізге бәрібір. Главный денсаулық өздеріңіздікі ғой. Одан кейін біз Қазақстан футболын до конца 90 минут көреміз. Біз патриотпыз. Өйткені біз Қазақстан футбол құрамасының қандай формада ойнайтынын білмейміз. Сосын қыздар, 3-ші курсқа барып, городская боласыздар ма, мировая боласыздар ма, дерзкая боласыздар ма, бізге бәрібір.
Өйткені біз өсем дегенше сіздер кемпір болып қаласыздар. Одан кейін қыздар, жігіттерің жақсы жерде жұмыс істесе, ақшасы көп болса, неге жігіттерінен ақша сұрай бересіңдер? Оны жігіттерінен сұрағанша Құдайдан сұрамайсыңдар ма? I'm not your toy, not your toy. You stupid boy, stupid. Сөз соңында. Құрметті қазылар алқасы, білем, бүгін бізге кубокты бермейсіздер. Біздің әні міне дегенше сахнаға шыққанымызға 2 ай болды. Қимаймыз. Біз осы орайда Марат Қамбарұлына алғыс білдіреміз. Және де өзіміздің мектебіміз номер 136-ның директоры Ләззат Нариман қызына алғыс айтамыз. Әрине біздің көп нәрсе айтқымыз келеді. Просто біздің автор осы жерге инен ақ жазып берді. Сіздермен бірге болған армиядан қашпайтын, нан қоқымын шашпайтын, жерде жатса қастерлеп, торғайларға тастайтын деген тақпақты жатқа білетін No Comments құрамасы. Рахмет! Ақ сары жасыл қызыл көк түсті нөт адамыз, қап-қара кет адамыз, ақ қара лент адамыз, қайтыр айуға досым ағайындарға. Рахмет No Comments құрамасы. Келесі болып шығатын команда, мен сүйікті командам. Олар қатты күлдіретші. Сахнаның сыртында тұрып күлдіріп тұрған, шынды шыққасын күлдіресің. Қарсы алыңыздар, еркін құрама, бәрекелді кірпі. Шынды біреу шығып келер ғой, бірден естейін деп тұрған ау. Көңіл күйім болмай тұрды. Тағайға кешіріңіз сізден. Не ол? Құрметті көпшілік, сіздерден де кешірім сұрайым. Мен жаңа бірінші сәлемдесуден кейін жанында ойнайтын Бико деген жігітті жоғалтып алдым. Білмеймін, жоқ. Сахнаның артына ары қарадым, бері қарадым, жоқ. Телефонына звондасам алмайды. Қазір сәлемдесуде екеуміз бірге ойнауымыз керек болған, жоқ болып тұр енді. Не істерім білмей тұрмын ше. Ойнай алмаймын ау деймін. Тағайға кешіріңіз, көрермен кешіріңіздер. Қап. Тоқта Олжас. Уа қазақ елі. Олжас дейтін бауырымыз командаласы келмей қап, финалдық сайысты әрі қарай жалғастыра алмайын деп тұр. Осы орайда мен өзімнің құзыреттілігімді пайдаланып, осы бір командаға жайдарман ойнап берсем деп тұр. Әрине сіздердің рұқсаттарыңызбен. Рұқсат па ағайын? Ей, жан, тағайфандар. I love you. Тағайға, сіз расында да маған қолғабыс етейін деп тұрсыз ба? Расында да саған қолғабыс етейін деп тұрмын. Сценарийің берсейді. Міне. Шынды не жазып өкпейінсіздер қазір? Тоқта. Екі Тағайға. Қайсың нағыз Тағайға мойындаңдар? Олжас, мен нағыз Тағай. Мен өзімін. Мойындаңдар, біреуің жасандысыңдар, қайсың нағыз Тағайға? Таптым. Нағыз Тағай табу үшін сені балтамен екке бөлеміз. Қайсымыздың жанымызда жет сол нағыз Тағай. Қой, Тағайды анықтауға бола, өліп қалуға желание жоқ. Қысқасы мен сендерге қазір сұрақ қоям, жауаптарыңа қарай кімнің нағыз Тағай екенін анықтайтын болам. Сен жақсы көретін тамағың қандай? Паста. Сен ше? Щетка. Бикона сен ғой ей! Ё-моё, Бико! Жынды болып қағасың ғой? Жаным қамады ғой. Сәлемдесу ойнап шықтық, артқа барам, киімді іліп атсам, жоқсың да сен. Телефонға звондасам, алмайсың. Тентек болып қойған ба деп бұл. Не үшін істедің, жынды? Енді бір-біріміздің көңіліміз көтермесе кім көтереді мысалы? Ой, жынды. Сахнада бәрекелді кірпі құрамасы. Неғып тұманға кеп алы бердіге, кетіп бастайшы. Темекіге қатты салынып кеткен ағамыз үйінде. Әке, мен сабаққа кеттім. Тоқтай, бергел. Отыр темекің шегі бол. Әке, мен сабаққа асығып тұрым. Темекіне үлгенсің ба?
Орап қапсың ғой бала. Мектептерінде темекі берем өзі? Жоқ. Қазір темекі беріп жүрген жоқ. Сол бір жиналысқа барғанда айтпасам сол берсін деп. Жарайды әке, онда мен сабаққа кеттім. Тоқтай тұр. Мәнен сау бол. Барғасын шегесің ғой. Өмірге басқаша көзқараспен қарайтын ағамыз ұшақта. Апатты жағдай, самолет құлайын деп жатыр. Апат. Жолаушылар, осы сәтті пайдаланып, билемедік па? Болмайтын нәрсені маңызды көретін ағамыз үйінде. Алло, бәке, қалайсыздар? Бәке, бүгін тырнақ алам деп жатыр едіңіз, қалай жақсап алдыңыз ба? Аяқ қол барлығын бітіріп алдыңыз ба? Аяқты кейін жібітіп алам деп жатсыз ба? Бәке, Құдай қаласа, жұма күні қызымның құлағын тазалатсам деп жатырмын, соған өтсеңіздер, жеңшемді алып. Сол көрші қолаң. Ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам. Кәбірмейді. Қалайсыз аға? Жақсы. Анау Рамиль Мұхарияп дейтін бизнесмен қазақша жауап беру мәдениетсіздіктің белгісі деп айтып жатыр екен да. Соған ел ағасы болып барып басу айтып қайтайық. Мен ондай болмайтын нәрселермен айналыспаймын. Бәке, қалмай келесіздер ғой, Ештеңеден күдіктенбейтін ағамыз үйінде. Дорогая, мен келдім. Досым, менің қолым тимейтінін, жұмыста екенімді біліп, әйелімнің арқасын есіп беруге душқа бірге кірген екен ғой. Досым. Досым, мен саған қазір бәрін түсіндірем. Мен бәрін де түсініп тұрмын. Жүріңдер, тамақ жеп алайық. Сонымен дүкенде. Қанша болды барлығы? 5700 теңге болып тұр. Суларды аласаңшы? Суларды алам. Қанша болды? 4800 теңге болды. Етті де аласаңшы? Етті аласың. Қанша болды? 3500 теңге болды. 3,5. Колбасы сыртты аласаңшы? Қанша болды? 1000 теңге болды. 1000 теңге. Коланы қайтып қосыңшы да. Қанша болды? 1900. Кола қымбаттап кетті да, я? Қайтып аласаңыз. Печеньелерді аласаңшы? Қанша болды? 300 теңге болды. Сникерсті аласаңшы? Қанша болды? 0 теңге тегін болды. Қойшы? Мүлдем төлемейін ба? Төлемейсің. Ойбай, мына өңім ба, түсім ба? Мүлдем ақша төлемейін ба сонда? Ақша төлемес, тегін. Өмірде жақсы адамдар бар, я. Ой, Бегі? Не? Білмеймін, танымадым. Ой, аға, кешіріңіз, шатасып кетіппін ғой. Жаным, шатасып кеткен ғой, шатасып кеткен. Аға, бірақ сіз кішкене ұятсыздау екенсіз, я? Енді ондайым бар деп мақтап қалсаң бәле ғой. Кешке квартирада бір өзімем ше, қарындасым, сен квартирадан шатасатын жоқ па еді? Не айтып тұрсыз, аға, ұялмайсыз ба? Айбай, кішкентай қыздан таяқ жеп тұрсыз. Ішінен ыңқып түсесің. Енді мен осы сәтті пайдаланып, сізге сөз салсам ба деп отырмын. Қалай болады екен ол? Енді сіз тұрмыссыз ғой? Ондайым бар. Қысқасы, мен сіздің ойыныңызды баяғыдан бері көрем. Бір сөзбен айтқанда ұнатам. Бекоға, мен жігітім боласыз ба? Иә, болам. Олжас суретке түсіп жүрсейді. Рахмет, достар. Құрметті әділғазылар. Егерде кімді чемпион қыламыз деп бастарыңыз қатып жатса, жүректеріңіз тыңдаңыздар. Жүрек әңгімен сұмдық айтады.
Біз күніге сөйлесеміз. Сахнада болған бәрекелді кірпі. Рахмет. Рахмет. Ашық лиганың чемпиондарына тағы бір қошеметтеп қойыңыздар. Құттықтап. Финалдың соңғы сәлемдесуі. Қарсы алыңыздар, ортада Абырой. Финалда өзіміз жеке дара қалдық. Айтайықшы, бәрін айтайықшы. Еркебұлан ағамызға Әлшер Қонысбаевтың жасын айтып берейікші. Қызық болсын. Тағай ағамыз жайлы айтайық. Тағай ағамыз білесіңдер ма? Өте мықты кісі ғой бұл кісі. Осы Жайдарман бойынша Шымкентте аңыз ғой бұл. Бұл суай. Бұл халықтың жауы бұл. Халық жау деген шынсыз ма сен? Не? Мақтап біресе халық жау деп қуасың мен? Сен қарсы, Бауыржан атамыз 25 жасқа келіп тұрып, үйленбеген жігіт, халықтың жауы деген. Мынау жау кәдімгі, таза жау мұ? Бұл жау емес, бұл әзілдің жауы. Қой? Жаңа но көместе командалар көрдің бе? Сол кісілердің бәрін әзіл жазып оққан осы кісі ғой? Қой? Мықты автор бұл кісі, білесің бе? Әзіл жазама бұл? Сұмдық жазады дейді ғой. Әсіресе іші баса хат жазады деді ғой бұны кеше. Іші баса, несі? Жаңа дұрыс түсінбей қалмаңдар, іші баса деген кезде. Мен кәдімгі арақты айтып жатырмын. Қымыз қымыран дей салым керек пе, де? Сен сөйдің керек. Жалпы негізі Тағай ағамыз үйлендіріп, біз өзіміз шоу жасап жатыр ғой, бұл кісі қайтаға қызға үйленді. Еуропада, шетелде затқа үйленеді ғой. Жануар, мысық, итке үйленеді. Мысал қалайықшы, Нұрқанат, сен неге үйленесің? Неге үйленесің? Жындымен ұрпағын жалғастыру үшін үйлендіресің ғой қызға? Мысал деп тұрмын ғой, мысал. Бір затқа үйленуің керек. Қандай затқа үйленесің? Қыз тұрып затқа үйлене ма, қуасың ба? Мысал деп тұрмын ғой, қарса қыз жоқ, қыз қамады, вообще қамады. Өзіміз қалдық, бір затқа үйленуің керек. Қыз жоқ? Қыз жоқ. Бірақ үйлену керек? Иә. Арбыңда ма ше? Айтасың ба, айтпайсың ба? Айтпаймын, қуасың, қиын ғой. Айтасың ба, айтпайсың ба? Маған бәрі онда, Бекадан сұрайын. Бека, айта салайшы ба, айта салайшы. Неге үйленесің? Неге үйленесің? Айттым ма, ұрпағын жалғастыру үшін үйленемін. Сорлығы бұл. Жігіттер, кеше бір орыс қызды көрдім. Юбка жақсы қысқа киіп алған. Қазақ қызымен сүйісіп тұр анау. Риза бол ана қыз, ана орыс қызға. Жындым ау. Сүйіссе риза боласың соған? Енді қазақ тілін құрметтеп тұр ғой. Қазір қаншама қыздар бар? Шетелдің тіліне қызығып жүрген. Turn that music up. Just turn that music up. Құрметті көрермендер, анамыз ата-аналар жиналысына кеткен кезде, кетіп барып келген кезде дәл осындай қыздар болатын. Айуандар, жетпегірлер. Жандарын шығарам ғой, бұлардың жандарын шығарам. Бұларға барлық оқы деп қалам ручкасына бересің, бұлар жүреді албастылар. Үйде жүгірме айуан. Қайсысы? Кән ана айуан. Бергел бері. Бергел! Айуан мектебіңе бардың. Бергел! Мектебіңе не деп атқан білесің ба? Позор қылдың адамды, позор қылдың, Албас, сабағыңды оқисың ба? Оқимын. Ана жерде бүкілін көзінше ұялан білесің ба сен? Оқимын, мама. Оқисың ба? Оқимын. Жүр, алдына түс. Аш кітабыңды, айуан. Албасты. Мынау кімдікі? Аш кітабыңды. Албасты. Қара кітабы жап-жаңа айуанның. Оқы, не берді үйге, не берді? Қайталау берді. Нағып қайталау бере береді? Апайларың байдан келген ба? Қайталау бере береді. Күнделігіңде толған екі ғой. Екіден жоғары сандар бар екен білеттің баба, не құршы. Адам жынып, екіден жоғары сан бар екен. Мынау қағып тұратыр. Папа! Бәлі. Оқы анан, оқы. Кәні. Ғылым. Талпас несей. Тапай. Мақтарал. Бәлі, мақтарал несей. Мақтанба.
Құмар қанбай жүр. Қандай құмар? Папаң да жетеді өзі. Оқы. Құмарланып. Шаптырған несі? Кіш дейсің ба? Оқы. Шаптыр біле салайшы. Қошы бара не? Менде қара көзілдірік бар. Менде қызыл тағы да көп бар. Менде капелька бар. Еще такой. Менде қара көзілдірік бар. Менде қызыл тағы да көп бар. Менде капелька. Тойдан қайтып келе жатқан ағаларымыз. Кім айдайды? Терезені ашыр басында алып жіберейін. Құда қайттыңыздар ма? Жақсы құда. Досым ба мен досым? Досыңыз ұйықтап жатыр. Досым ба? Мазаламай қойшы, зор ұйықтады құда. Отыр, жауасын. Жақсы құда. Енді жаққа қаласыңдар. Жақсы. Терезені ашты да пироганы ішіп кетті жаман. Жапсы ана терезені жауыр. Жауыр. Не мені жатқызып не істемексің мен? Жапсы ана терезені жапсы жауыр қол. Жапшы. Бірдеңелерін жоқ па? Шөлдедім ғой мен, бірдеңе. Берші су наған. Су не аламын? Бірдеңе, мен құдам. Бірдеңе берген шығар, мен жан құдам қайды? Құдаң тас екен, еш нәрсе берген жоқ. Құда ма? Мал екен ғой. Құда да мен ұзбанды ішкен. Ұзбандамай қойшы. Қойшы. Ұзбанды. Құда? Құда, жаным құда? Мен ақса мен терезені ашып еді, жаурап қалым ғой мен. Құда жындысың ба, жапсай жаурайсың ғой. Жапқанда градус па ма тұр да, градус сен өзің бірдеңе... Құда ауынды кетіп градус керек па? Бірдеңе берсей сол. Құда мен сен үшін айда берем ой. Ай керек емес, маған бір шиша берші болды жетеді сол. Не алам мен? Бол құда апарам ой. Жаным құда? Давай. Құрышы. Қақта келеді. Алматыда нен шығып келатыр. Алматыда? Майтоғын құсы бір билеп өзіміз. Құш. Құдаша мен биледім жаңа, құдаша көрінді. Мен жанына қалады. Пешің істей ма, пешің? Істейді пешің. Пешің істесен, нан пісіріп алады. Мына жерден қайқа қарайды, оңға мет, солға мет. Солға бұрылыс. Құш. Тіке. Солға бұрыласың ғой маған, солға. Білмейсің ғой сен. Дальнобойщик болған ғой. Құш. Қайқат неден оңға мет. Мынадан солға. Пошел налево. Налево ма? Налево. Вот, бір жерге қазалып қалып қолма. Пу. Қап қараң қоқ қалына жерге? Қап қара. Құда. Біз Алматыға кетіп баратсамыз, сен қалай кетіп қала саласың сен? Кетіп қалдыңдар ма не? Кетіп қалып қоз кетіп барады. Қайтып кетіп қалды? Сендер мас оқып қаласыңдар ма? Сен столдарын бітсеңдерші, неғып той болып отыра кезінде. Рахмет. Құрметті көрермендер, жалпы жігіттер финал жайлы айтайықшы өзіміз. Туп ойламашы. Не? Сұрайды ғой, қазір финал жайлы не айтасыз дегенде айтады ғой, 5 сағат не үшін отыр? Финал жайлы деп, соны айтады ғой. Осы сен туп ой болып қаласың. Мына көрермендерге жалпы чемпион болғымыз келетінін түсіндірейік та былай. Сен таза туп ой екенсің ғой, бағана бір әзіл ойнап жатыр, маусым бойы жүгіріп жатыр, әзіл шығарып жатыр, ұйықтамай жатыр. Сонда чемпиондық үшін ойнап жатыр деп ойламай ма олар? Сен басың істей ма сәл? Сәл давайласа кете берсе болды ғой. Ол қалай болды ғой? Ендеше сіздермен болған Абырой Жайдарман құрамасы. Рахмет, қымбатты достар, сайыс аяқталды. Командалар ортаға.
қаздар алқасы, сіздер алдымен асықпай ақылдасып чемпионды өзара реттеп алыңыздар. Мен оған дейін финалистер, тағы да басқа жігіттер, қыздарды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Қымбатты достар, жалпы сіздер Жайдарманды сахнадан көргенмен, сахна сыртында қаншама еңбектер бар. Біз бұл номинацияны өткен жылдан бастап дәстүрге айналдырдық. Ендеше сіздердің қошеметтеріңізбен маусымның үздік музыка әрлеушісі Думан Хамид. Тағы бір номинация. Көп құжерсіздер. Тағы бір номинация, бұл номинацияның атауы сәл ерекше, өйткені сіздер көгілдір экраннан жалпы әртүрлі қызықтарды, әртүрлі бейнелерді қолдауға көмектеседі. Бұл номинация биылдан бастап өз күшіне енді десем қателеспейтін шығармын. Жалпы көркемдік әрлеуші биылғы жылдың су жаңа номинациясы Бекмаханов Азамат. Енді қымбат достар, жалпы 2022 жылға маусымның үздік ойыншысы Уалиханов Олжас, бәрекелді кірпі. Қымбат достар, Жайдарман 2022 Шымкент қалалық ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы жастар ресурсы орталығының ұйымдастыруымен өткен қалалық Жайдарман 2022 ойындарының финалдық бәсекесінде финалист атағына ие болған үшін Ақбұлақ марапатталады. Дәл осындай мәтінде финалист Тамыр құрамасы. Дәл осындай мәтінде финалист Төлеби құрамасы. Рахмет. Енді бүгінгі ойын туралы алдымен қаздар алқасының ойын білейік, одан кейін үздік үштікті марапаттайтын боламыз. Асан аға. Құрметті Шырайлы Шымкенттің тұрғындары, біріншіден керемет көңіл күй сыйлаған командаларға алғысым шексіз. Жалпы Жайдарман ойындарында алғаш рет жюри болып отырмын. Негізі қонақ боп та бармаппын. Айыпқа бұйырмайсыздар. Бірақ бүгінгі ойынды көріп, жүрегім жылады. Шын мәнісінде ешқандай риясыз айтқан ойым. Рахмет. Бүгінгі командаларды қолдаған көрерменге рахмет. Не дейм, финалда енді қорытып айтар, Кеша бар, Әбеке ағамыз бар, осы өнерде жүрген ағалар ғой, яғни тұшымды ойды осы кісілер айтады деп ойлаймын, ал мен көрермен ретінде көрдім, сондықтан да керемет ойын болды деп ойлаймын. Мәке, шақырғаныңа рахмет. Яғни біз гастрольдік сапармен жүрміз Шымкентте, осындай қуаныш тұспа-тұс келгені мені қуантады. Көп рахмет. Рахмет. Жиі кеп тұрыңыз, Мұрат аға.
Ассалаумағалейкум. Тағы да мынау Шымкент қаласының тұрғындары, жастар, мынау үлкен алтын уақыттарыңызды бөліп осында келгендеріңізге бірінші көрермендерге үлкен алғыс айтамын. Екіншіден осы жайдарманды қалдырмай алға сүйреп жүрген Марат Достаевқа рахмет айтамын. Мынау осында әрбір баланы танып, бір жылдан бері осында жүрей болып отырмын. Енді жеңіс бар жерде жеңіліс болады. Енді өздеріңіз білесіздер, мынау кең бетісікті туралап, келесі мәреге үлкен жолдама алып, тағы да мына халыққа үлкен күлкі сыйлайды деген үміттемін. Барлық командаға сәттілік тілеймін, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Мына алға қойған мақсаттарымызға жетіп, 20-шы алда келатқан науқанға бәріміз барып дауыс берейік. Рахмет. Рахмет. Әбу Насыр аға. Тағы да ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Мен жайдарманды қолдаймын. Біздің студент болып жүрген кезде бұндай КВН ештеңке болмаған. Қазір есен бастаған бауырымыз бар, Тағай бар, Марат бауырларым, қаншама миллион командалар мына жерде, қанша командалар отыр мына жерде. Осы жерден шығып қазір қазағымыздың, еліміздің өнерін көтеріп жатыр. Қанша продюсерлер, қанша киноға түсіп атқан бауырларымыз бар, қанша редакторлар шығып жатыр, қанша жаңағы киноның сюжеттерін жазған бауырларымыз шығып жатыр ғой. Біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз рахмет, шапалақ ұрып қояйық. Әріптестеріме рахмет, уақыттарын бөліп келген сіздерге рахмет, халыққа рахмет, аман болайық, еліміз тыныш болсын. Заманбек Орынбеков. Рахмет әбеке, армысыздар, құрметті көрермендер, жайдарманшылар. Баршаңызды ертеңгі халықаралық студенттер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі жайдарман ойындары осы арнайы студенттер күніне ұйымдастырылып отыр. Жалпы жайдарман ойыны Шымкент қаласында өте бір үлкен ықыласқа, үлкен қызығушылыққа толы ойындардың бірі. Жайдарман ойындарын әр қарай жыл сайын осы жастар ресурстық орталығы әр қарай да ұйымдастырады деп көрермендерге айтқым келеді. Бүгінгі финалдық ойын көрермендерге ұнады деген сенімдеміз. 30-ға жуық команда қатысты маусымашар ойындарында бүгін оқ бойы озып шыққан 6 команда өздеріңіз үшін өнер көрсетті. Керемет көңіл күй, керемет әзіл сыйлады деген үміттемін. Көрермендерге ұнаса, көрермендердің көңілінен шықса, ол жайдармандар үшін соның өзі бір жеңіс. Рахмет. Рахмет. Еркебұлан Мырзабек. Ал, рахмет, керемет финал болды. Алдыңғы кезекте ең біріншіден осы ойынды ұйымдастырып берген ұйымдастырушылар алқасына алғысымды білдірсем. Рахмет. Жігіттер, Марат Достаев бастаған, Марат Досын бастаған осындай керемет лига, осымен қанша? Екінші, үшінші жыл, осындай деңгейде екінші жыл алып келе жатыр. Дәл осындай деңгейде, құрметті достар, жоғарғы лигадан басқа лигада деңгей жоқ. Оны біле жүріңіздер. Сондықтан Шымкент қаласын осындай лигамен шын жүректен құттықтаймын. Ал екіншіден жайдарман ойындары өзінің бастамасын Астана қаласынан емес, Алматы қаласынан емес, дәл осы Шымкент қаласынан бастаған. Сондықтан дәл осы үрдіс бүгінгі таңда Шымкент қаласында осындай деңгейде жалғасып жатқанына қуаныштымын. Дәл осы жағдайда шымкенттіктерді құттықтаймын, құрметті достар. Рахмет. Және осындай лық толы залға көрермендер, сіздерге де көп рахмет. Жайдарманға махаббаттарыңыз үшін рахмет. Командалар, сіздер де осы көрермендерге шапалақтап қойсаңыздар болады. Өйткені көрермендер болмаса, ойын болмас еді. Ал енді жеке-жеке бір командаға тоқтап кетсек. Жаңа ғана Әбу Насыр ағамызға қосыламын, айтылған сынмен толықтай қосыламын. Менің ойымша осы сын Абырой командасына, Төле би командасына және Тамыр командасының кейбір мүшелеріне нақты арналған. Жігіттер негізі шынымен жиналып, осы Шымкент қаласында Шымкент қаласының көрермендеріне өнер көрсетіп жатқан кезде
толығымен нақтырақ дайындалып, барынша өнер көрсетсеңдер, жоғарғы лигадан да жоғары өнер көрсетсеңдер, мыңнан мың алғыс алатын едіңдер. Негізі білмеймін енді. Әр команданың өзінің факторы бар, әр команданың өзінің белгілі бір себептері бар. Біреуінде уақыт жетпейді, біреуінде мүмкін жобасы бар шығар, басқа, сонымен сөйтіп осылай өнер көрсеткен шығарсыңдар. Дегенмен сіздерге рахмет. Ал мен үшін ерекше бүгін жаңалық болған бәрекелді кірпі. Өнерлеріңізге рахмет, естіп жатырмыз. Ашық лиганың чемпион болдыңдар. Бүгінгі таңда Шымкент қаласында финалда өнер көрсетіп жатсыздар, жүлделі орын аласыздар. Құдай қаласа, келесі жылы жоғарғы лига ойындарында сіздерді көргім келеді. Бір ғана өтініш, осы құрамды өзгертпеңіздер. Екі адам, ол стиль сіздердің жеке қалыптасқан стильдеріңіз, ол осы қазіргі жастар тілмен айтқанда вайп дейміз ғой, осы вайпты екеуіңіз ғана сезіне аласыздар, сіз екеуіңіз және сіздердің таперларыңыз үшеуіңіз ғана сезіне аласыздар. Осыны қалыптастырып, жоғарғы лигада дәл осы составта өнер көрсетсеңіздер керемет болар еді. Рахмет сіздерге. No comments құрамасы жігіттер, рахмет. Мектеп командасы болып, осындай үлкендеріме өнер көрсетіп, финалда жүлделі үштікке кіріп отыр. Ол үлкен жетістік. Білмеймін, ертең мектептен кейін жалпы үлкен өмір сіздерді қалай лақтырып тастайтын. Бірақ жалпы жеке тәжірибе бойынша айтып өтейін. Егер осы мектептік құрамамен қалып, кейін Құдай қаласа Масликовтың жоғарғы лигасына дейін дәл осы құраммен барсаңдар, чемпион боласыңдар деген үрдіс бар. Сендерге сәттілік. Және үшінші финалист Абырой құрамасы, және Абекең айтқандай көп нәрсе күттік, бірақ дегенмен енді жақсы өнер көрсеттіңіздер. Сіздерге осы ойынға деген махаббаттарыңыз үшін рахмет. Мен жалпы көп нәрсе күткен жоқпын. Мен үшін Абырой құрамасы жоғарғы лигада қандай деңгейде болды, дәл осы лигада сол деңгейде өнер көрсеттіңіздер. Ол мақтау сөз емес, ол сіздерге деген өкінішті бір факт. Құдай қаласа, болашақта жоғарғы лигада келесі жылы уже фаворит есебінде кіресіздер деген сенімдемін. Енді араларыңызға бір әдемі қыз қосылса, тіптен жақсы болатын еді. Мынандай алдыңғы қатарда тұрған екі жігіттің түріне сәйкес әдемі қыз тұрса, контраст болып, әзілдеріңіз бір-бірлеріңізге жарасып кетеді деген ойдам. Ал жалпы финалға рахмет, Тағай, керемет жүргізуші, оң алдында қанат жүргізді. В общем, жалпы Шымкенттен мықты жүргізушілердің бәрі Шымкенттен ғой негізі. Шымкентте жүргізгендердің барлығы мықты. Марат, тағы да рахмет бауырым, керемет ұйымдастырылған, дәл осы ұйымдастыру келесі жылы бұдан да жоғарғы деңгейде болады деген ойдамын. Құдай қаласа, Флайерстан емес, Эйр Астанамен шақыртасын деген ойдамын. Рахмет. Қай жерде, автопати қай жерде дедің? Байтұрсынов 79. Байтұрсынов 79, Карамель. Сендер сонда барасыңдар ма? Біз қымбаттау жерге барамыз. Барлықтарыңызға рахмет. Финал құтты болсын. Рахмет. Ендеше марапаттауға кезек берейік. Маусымның қола жүлдегерлері 3-ші орын. No comments. Маусымның күміс жүлдегерлері чемпиондыққа сай ойын болды. 2-ші орын Бәрекелді кірпі. Қымбат достар, Шымкент қаласы Жайдарман ойындарының 2022 жылғы чемпионы Абырой.
Осымен сайыс өз мәресіне жетті. Жайдарманның жайдарлы күндерінде кездескенше аман сау болыңыздар. Олар жайдарман ойнайды, олар басқаша ойлайды. Қоям дейді, қоя алмайды, бұл ойынға еш тоймайды. Көрермен қазы сынайды, бұл сұрақ бәрін қинайды. Чемпиондықты кім тойлайды? Кеттен десең қимайды, кейбіреулер жылайды.